Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол. Шабуылдаудың әдіс-тәсілдері. Сабақтың мақсаты: оқушыларға волейбол ойынының айла-тәсілдерін үйрету, шабуыл соққысының элементтерін үйрету, командалық ауызбіршілікті нығайту. Сабағымызды бастамастан бұрын дене қыздырып алғанымыз дұрыс. Әр жаттығуды 6-8 реттен қайталау керек. Шабуылдау әдістері: екі топқа бөлінеді. Орын алмастыру техникасы, доптың түсу техникасы. Орын алмастыру техникасына бастапқы тұрыс, жүру, жүгіру, секіру. Доптың түсу техникасына бастапқы тұрыс, допты ойынға қосу, допты көтеріп беру, шабуыл соққысы. Шабуыл қарсыласты жеңуде шешуші маңызы бар ұрыс әдістерінің бірі. Шабуыл соққысын орындау: тордан 5-6 метр жерден жүгіріп келіп, қос аяқпен серпіле әуеден секіріп соққы жасау әрекетін көрсету. Секіру әрекетін көрсеткен кезде адымдап келіп, аяқты тізеден бүге, қолды артқа қарай сермей лақтырып, екпінмен жоғары серпілу керек. Әуеде оң қолын жоғары алып, білектен соққы беруді көрсету. Осы жаттығуды доппен жасау. Бір оқушы тор түбінен әуелете допты лақтырады. Шабуылдаушы жүгіріп келіп, бар күшімен соққы береді. Шабуылдау соққысының түрлері: тіке шабуылдау соққысы, бұрылу арқылы шабуылдау соққысы. Назарларыңызға рахмет.